Сәлем достар, сіздермен мен Нұрманова Асия қайта қауышып жатырмын. Менің екінші жүктілігім. Бұл жүктілік бойынша мен тағы да сумка в роддом жинадым. Сумка роддомға барынша минималды арзан бағада жинаған болатын. Шынымды айтсам, бір 25-30 мың теңгедей кеткен шығар, одан артық точно кеткен жоқ. Ал видеоны соңына дейін міндетті түрде қараңыздар, лайк басып, комментарий жазып, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Кеттік. Қыздар, сумка роддомды менің бірінші видеомды көрген болсаңыздар, дәл осы сумкалерді мен қайтадан роддомға бұйырса апаратын боламын. Бірінші бізге не керек? Бірінші обязательно бізге алмастыру картасы керек. Онсыз бізді роддом қабылдамайды. Сондықтан алмастыру картасы, сіз 37 неделяден ассаңыз, уже сіздің сумкаңызде всегда бірге жүруі қажет. Так, енді біз сумка роддомды родовой залдағы және де палатадағы деп екіге бөлеміз, иә? Бірінші родовой залдағын айтайын. Родовой залға қыздар бізге резиновая тапочка керек болады. Обязательно резиновая алыңыздар. Өйткені бізде биологиялық жидкостар шыққан кезде әйтеуір бүлініп қалмас үшін. Келесі мына кішкентай сумочканы ашайық. Бұның ішінде бізде не бар? Бірінші, өзімізге арналған бір арзан, любой үйдегі кимейтін болсын, я бір арзан бағада сорочка алсаңыздар болады. Оны тек қана родовой залда киесіздер. Одан кейін балаға тоже самое арзан или алдағы өсіп кеткен балдарыңыздан қалған пеленкалер болса, соны алсаңыздар да болады. Бұл тоже бала туылған кезде, сіздің алдыңызға жатқызған кезде осы пеленкеге орайтын болады. Так, келесі трусики. Білесіздер, я мен лавулардыкін алдым. Алдыңғы жолда лавулардыкін алған болатынмын. 2 штугін мен осы родовой залға деп дайындап қойдым. Так, одан кейін влажная салфетка өзіме қолданатын. Так, барлығын жинайын. Так, одан кейін бала дүниеге келгеннен кейін киілетін 1 штук подгузники. Және де баланың киетін ит көйлегі дейміз ғой. Носкимен, царапки, шепчик. Барлық киімін комплект қылып, осы родовой залдыкіне дайындап қойдым. Және де қыздар, бір пеленки. Тоже осы родовой залға дайындап қойдым. Сонымен қатар, енді мына кішкентай сумочкеге сыймайтын болғасын, салфетки. Өте ыңғайлы, осы салфетканы обязательно алыңыздар, өздеріңіз сүртінуге де, және де ертең жаңа тамақ ішкенге де қолданасыздар. Сонымен қатар қыздар, туалетная бумага, білесіздер, обязательно туалетная бумага алып жүріңіздер. Бұл біздегі барлығы родовой залға керек заттар. Енді после родовойды көрсетемін. Қыздар, енді менің после родовой дайындаған сумочкам. Кстати, қыздар, да родовойға тағда, то есть родовой деп бұңой, жаңағы родзалға керек бол дейтін одноразовые клеенки. Білесіздер, біздің больницаларда одноразовые клеенки сұрататын. Осы одноразовые клеенки тоже ана сумкаға салып қою керек. Бізде больницаларда берілмейді өкінішке орай, сондықтан өзіміз алып келеміз. Білесіздер ғой, енді қыздар, бірінші очередь менде косметичка. Косметичка салып алыңыздар обязательно. Және де плед. Бұл плед дейтін родзалда да сұратуы мүмкін. Менде біріншінде родзалда сұратқан жоқ пледті. Өзім жаңағы ішке барғасын барып пледімді қолдандым. Ол жақта өткені уже стерильный пледтер дайын тұрды. Так, келесі балаға қажет заттардан мұнда мен нолевка алдым. Хаггис. Оның ішінде тек жартысын ғана алып қалдым. Упаковка дегенді жартысын үйге тастап кетейін деп жатырмын. Если керек болып жатса, үйдегілерден сұрата қоямын. Ну, в принципе, жетіп қалу керек. Біріншісінде маған жетті. Одан кейін прокладки өзіңізге удобны. 1 штук трусики. Одноразовые трусики. Влажные салфетки балаға. Так. Балаға кокон, осындай кокон. Баланы жатқызып қойып, мына жерде басын шығарып, чтобы бала еркін қозғалуға, жаңа пеленкадан бөлек арасында осылай жатқызып қоюға болады. Осындайды салып аламын роддомға. Одан кейін баланың киімдері. Баланың киімдері бойынша менде 2
пеленки, бір жұқа, бір қалың пеленки алып бара жатырмын. Және де жаңағы родовой залдағын көрсеттім, иә, сонымен үшеу. Баланың киімдерін мен 3 қана киім алып бара жатырмын. Яғни біріншісі жаңағы ит көйлек, родзалда кигізетін. Одан кейін 2 киім ғана алдым. Неліктен аз алып жатырмын? Өйткені роддомда бұйырса тек 2-3 күн ғана боламыз, иә, біріншіден. Екіншіден, разный размерден алыңыздар, потому что бала дүниеге келгенде қандай салмақпен келетінін тағы да білмейміз. Мен мынандай нелер алдым. Біріншісі боди алдым. 62 размер қылып алдым. Шепчігімен набор болып жүреді. Және де мынандай ползун киіммен. Шынымды айтсам, уже баланың киімдерін аттарында ұмытып қалып отырмын ғой. Осындай. Одан кейін тағы да екінші наборды алдым. Бұл 56 размер алдым. Мен қызым енді біріншісінде кішкентай болып дүниеге келді, 53 сантиметр болып, оның киімдерінің бәрі үлкен болып шықты ше. Енді осыда мен тоже 56-ны алдым. 56-ны да 62-ны алған. Сосын сарап киім. Если қажет болса қолданамыз. Балаға носки мен тек қана 2 штук алдым. Біреуі жаңағы родовой залдағы деп көрсеткен. Және де екінші носки. Сосын қыздар, мен бірінші видеомда слюнявчик керек деп салған болатын. Міне слюнявчик маған роддомда кәдімгідей қажет болды. Сондықтан мен бұл жолы да слюнявчикті алып кетейін деп жатырмын, потому что бала менде көп құсатын болды да. Хотя кекіртсем де көп құсатын болды. Сондықтан слюнявчик маған керек болды. Мен слюнявчик алып кетемін роддомға. Так, одан кейін мынау антиколиковый. Шын бәтем қатты көмектеспейді. Коликойға мен күшті видео дайындап қойған болатым өзім каналымда. Сол массажды қарап, сол антиколикке сол массаж өте қатты көмектесті. Шыны керек. Бірақ на всякий алып кетіп жатырмын. Салып алайын, артық болмас. Так, балаға деген заттардан тағы да мына заттарды салып алдым. Косметичка бойынша. Так, бипантен. Қыздар, мен ешқандай жаңағы крем, я жаңағы басқа да заттарды рекламировать етпеймін. Шыны керек, балаға дейтін көтені қызарған кезде прям бипантен и судокрем самый спасательдер. Өйткені ана ушасти няня, биолан, сосын не ол да, бюпхен дейді. Сондай компаниялардың неше түрлі кремдерін алып жатады. Оның орнына самый бюджетный, самый көмектесетін эффективный бұл бипантен мен судокрем. Бипантен сол үшін алып бара жатырмын. Келесі балаға арналған сабын. Және де мынау менікі, яғни бұл емшектің ұшына жағатын, жарылып кетуден құтқаратын биоланның жаңағы майы. Пуриландікі да бар, білесіздер ғой, дәл сондай май. Так, одан кейін өзіме қажет зубный щетка, зубный паста. Так, келесі мынандай тоже косметичка жинақтадым. Так, бұның ішінде не бар? Так, бұның ішінде сразу роддомға баботик алып кетейін деп жатырмын. Өйткені бала дүниеге келгеннен бастап уже колики, газики пайда болады. Сондықтан бала уже кішкентай кезінде мен сразу массаж жасай алмайтын болғандықтан лучше сразу баботик алып кетемін. Так, одан кейін облепиховое масло, бұл өзіме свечи, яғни үлкен дәретке шығуға көмектесетін свечи. Сосын қыздар, мен дейтін мына облепиховое маслоғаны таба алдым аптекалардан. Шыны керек, қаламның көп аптекаларына бардым, таба алмадым. Сондықтан осы жаңағы свечиді алуға тура келді. Негізінен микролакс деген не бар, клизма бар. Сол өте прям удобный. Бірінші беремісі мен соны қолданған болатымын. Бір 2-3 штугын алып алсаңыздар болады. Роддомда прям қолданасыздар. Күшті прям дейтін сол. Мынаны енді бірінші опытым, көреміз енді. Бұл да может жақсы болып қалар. Так, келесі мына затты обязательно қыздар алып кетіңіздер. Бұл туалетке арналған жаңа нелер, индивидуальный үстіне покрытие. Суда еріп кетеді, сразу туалеттің үстіне жаясыздар да, отырасыздар. Отырғаннан кейін сразу туалетке тастап жібересіздер. Суда сразу еріп кетеді. Так, келесі жаңа айтқанымдай судокрем обязательно алып кетемін. Мында менде ушные палочки, ватные диски және де накладки, грудные накладки салып алдым. Яғни сүт көп келген жағдайда осы жаңағы бюстгальтерді бүлдіріп сыртқа ағып кетпес үшін накладки салып аламын.
Так, келесі қыздар енді менің өзіме керек заттардан бұл дейтін сүлгі сүртінуге, бет орамал, носки 2 штук, және де бюстгальтер 2 штук. Қыздар, бюстгальтер дейтін емізуге арналған алыңыздар, обязательно. Бұлар өте ыңғайлы, и қазір неше түрлі әдемі түрлері шыққан, осында 2 түрінен қайталап алған болатын. Және де іш киім, және де сорочки. Енді сорочки киімдерді ол өзіңіздің ыңғайыңызға қарай аласыздар. Мен бір сорочкимен бір сыртынан киетін халат алып кетемін, және де 2 бюстгальтермен 2 іш киім маған жетіп қалады. Және де на всякий случай бандаж ішке киетін, яғни послеродовой бандаж салып аламын. Өйткені мен бірінші беремесе прям бандаж кәдімгідей қажет еттім, бірақ енді өзіме ыңғайлысын таба алмағасын роддомнан шыққаннан кейін асықпай барып алған болатын. Осымен қыздар, тағы да біз сумка в роддомға не зат алып кетуіміз қажет. Обязательно өзіңізбен бірге ыдыс аяғыңызды, қасық кесеңізді міндетті түрде салып алыңыздар. Заваркаңыз болса, термос болса, обязательно прям термос дейтін өте қажет зат. Өйткені кейбір больницаларда жаңа кипятоктар дейтін тек қана асханада болады да, сіз ояққа барып келіп жүрем дегенше балаңыз жылай, чайыңызды іше отыра алмайсыз еркін. Сондықтан термосқа құйып алып, өзіңіздің палатыңызға алып кетесіз. Сосын өзіңізбен бірге 0,5 бутылкадегі 2-3 су салып алыңыздар. Немесе басында соскасы бар, суларды салып алсаңыздар болады. Және де перекус роды кезінде өзіңіз жейтін перекустарды тоже сумка роддомға обязательно салып алыңыздар. Сонымен қатар зарядкалеріңізді ұмытпаңыздар. Тағы бір айта кететін қыздар, мен сумка роддомға өзімен бірге жаңағы соска, бутылка салып алған жоқпын. В принципе, мен әлі сатып алғанда жоқпын. Уже 38 неделядан ассам да. Қазір заказ беріп қойдым. Электронный молокосос, бутылка и соскаге через Каспи заказ беріп қойдым. Электронный молокососты мен бірінші рет қолданайын деп жатырмын. До этого бірінші жүктілікте ручнойын қолданған болатымын. Қатты ыңғайсыз болып, шыны керек. Прям қиналып отыратын едім. Енді электронный молокососпен кім қолданып көрді, қандай отзывтарыңыз бар, қандай фирманыкі жақсы, если сондай ойларыңыз болса, комментарийға обязательно жазып кетіңіздерші, мен оқитын болам. Маған да бір кішкене үлестеріңіз қосылсын. Видеом сіздерге пайдалы болған болса, онда лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Өйткені алдыда сіздерге ана мен бала денсаулығына байланысты өте көп видеолар салатын боламын, және де каналымда өте көп видео ақпараттар бар. Сонымен қатар қыздар, өздеріңіздің жақын құрбыларыңыздың аяғы ауыр болатын болса, осы видеоны жіберіп бірге сумка роддом дайындаңыздар.